келесі суретте энергиялар ажырат дейді бізде. Енді қараңыздар, мына жерде бала орындықта отыр. Енді қараңыздар, бұл белгілі бір жерден биікте, значит, оның потенциалдық энергиясы болады. Ал енді машина қозғалып кетіп бара жатыр. Машинаның жылдамдығы бар нәрсенің кинетикалық энергиясы болады. Массасы 40 тонна реактивті ұшақ жермен салыстырғанда 300 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, оның кинетикалық энергиясы қандай болады дейді. Бізде нақты кинетикалық энергия ол mv квадрат бөлінген 2 формуласы бойынша ғой. Соны енді есептейтін болсақ, мына жерге сан мәндерін орнына қойып, бізде 1,8 оның 9 дәрежесі джоуль шығады екен жауабы. Келесі. Тік жоғары 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған массасы 500 грамм дененің ең жоғарғы көтерілу нүктесіндегі кинетикалық энергиясы. Енді қараңыздар, примерно бір дене былай лақтырылды. Ол барды, мысалға, мынандай бір биікке көтерілді. Міне, ең жоғары көтерілу биіктігі мынау жер, қандай да бір жылдамдықпен лақтырылды. Міне, мына жер бізде H. Ең жоғарғы биіктікте, всегда айтамын, ең жоғарғы биіктікте кинетикалық энергия всегда нөлге тең болады. Бұл мынау просто сіздерді шатастыру үшін берілген нәрсе. Келесі. Массасы 10 тонна ұшақ 250 метр секундпен алып 8 километр биікке көтерілсе, ұшақтың жермен салыстырғанда механикалық энергиясы қандай? Енді қараңыздар, ол белгілі бір биікте үйто жылдамдықпен қозғалып жатыр. Ол жерде толық механикалық энергия кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысына тең болады. Бізде масса берілген, ұшақтың жылдамдығы берілген, бөлінген 2 қосылған. Бізде ұшақтың массасы берілген G 10-ға тең, ал H бізде 8 оның 3 дәрежесі метр. Енді осыны есептейтін болсақ, қосып, бізде 956.250 көбейтілген оның 3 дәрежесі джоуль болады. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдаудан көмек керек болса, мына WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады.